ол жерге барған жаңағы біздің қазақ бауырларымыз қалай соққыға жығылды? Олар білмеді ме? Мысалға, бір адам сыртқа шығарып жүрген кезде сен бөлек мемлекетте жүріп қалай шығасың, оны білесің ғой, делдалдардың жолын кесіп отырған. Ол бәлкім бір қылмыстық топта болуы мүмкін, ұйымдасқан. Бұл жерде айтайын деп отырғаным, сол жердегі жаңағы вокзал басшылары негізінен білу керек, ол делдалдардың кім екенін білу керек, олар қандай жолмен табыс табатынын, ол ұйымдасқан қылмыстық топ болуы мүмкін екенін де білу керек. Біле тұра олар неге шықты деген сұрақ. Неге олар жаңағы автовокзалдың аумағынан шығып кетті, неге өзін алдын ала жаңағы қауіпсіздігін ойламады? Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз білеміз, қазақстандықтар шетелге шыққан кезде аты шығып кетіп жатады. Жаңағы оңтүстік Корея бар, өткенде аэропорттан секіріп қашып кетті деген сияқты. Сосын Таиландта, Еуропада штрафқа түсетін қазақ, Америкаға бірдеңені бұзатын қазақ дейді мысалға. Біз білмейміз, біз бір жақты бұл жерде өзбек билігі кінәлі деп айта алмауымыз да мүмкін. Неге?